Баршаңызға қайырлы күн достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай керемет қатпарлы, үгітілмелі самсаң рецептісімен бөлісетін боламын. Ал ендеше видеоның соңына дейін көріп, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Ал ендеше суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға суымызды құйып отырып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ та қатты да болмау керек, орташа тығыздықта болса жақсы болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді 15 минуттай демалдыруға қоямыз. Мінекей қамырымыз 15 минуттай демалды. Енді екіге бөліп аламыз. Мінекей қамырымыз өте әдемі жылтыр болып шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қамырымыздың құрамына қажетті заттың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Ал енді екіге бөлінген қамырымызды, ұнымызды сеуіп отырып, орташа етіп жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа, қатты қалың болмау керек, орташа етіп жайып алатын боламыз. Бірінші қамырымызды жайып бір шетке қойып, сосын екінші қамырымызды дәл солай жайып аламыз. Қамырымызды орауға сары май немесе маргарин қолданамыз. Сары майымызды жақсылап отта ертіп аламыз, қайнатып аламыз, яғни суы кеткенше. Бұл біздің қамырымыздың қатпарлы, үгітілмелі болып шығуының бірінші құпиясы. Майымызды қамырымызға жағып болып, сары майымыз қатқанша күтеміз. Қатқаннан соң барып екінші қамырымызды жайып, үстінен тағы да сары майымызды жағып аламыз. Ол қамырымызды жағып, сары майымыз қатқанша тағы да күтетін боламыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Майымыз жақсылап қатқаннан соң барып, осылай рулет қылып орайтын боламыз. Осы екі фишканы қолдансаңыздар, қамырларыңыз өте қатпарлы, үгітілмелі болып шығады. Осылай орап алып, пакетімізге салып, 10-15 минут шамасында тоңазытқышқа салып қоямыз. Қыздар, қамырды осылай жасап, тоңазытқышқа сақтап қойсаңыздар болады. Аяқ астынан қонақ келіп қалған кезде жасай бересіздер. Дәл осылай сақтап қойсаңыздар да болады. Мен 15 минут демалып болған қамырымды алдым. Қараңыздар, өте қатпарлы, әдемі жұмсақ болып тұр. Дәл осы қамырдың көлеміне қарай шамамен 35-40 дана самса шығады. Ал енді қамырымызды, ұнымызды сеуіп отырып, жақсылап тігінен жайып аламыз. Сонда қамырымыз қатпарлығын жоғалтпайтын болады. Қалған қамырларымызды дәл осылайна тігінен жайып алатын боламыз. Ал енді жайылған қамырларымыз жайып алған соң, салмамызды салатын боламыз. Менде салмасы етпен. Салмасын қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып жасауға болады. Картоппен немесе асқабақпен деген сияқты. Салмаларымыздың бәрін жақсылап салып болғаннан соң, самсамызды түйетін боламыз. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қолжетімді әрі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Самсамызды түйіп аламыз. Ал енді қамырымыз өте жұмсақ, керемет болып шыққан. Мінекей самсамыздың бәрін түйіп алдық. Ал енді бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Ал енді бетіне әсемдік үшін күнжіт,
немесе мак сепсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша қызып тұрған пешімізге салып, қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Мінекей біздің самсамыз пісті. Өте дәмді, қатпарлы, үгітілмелі болып шықты. Видеодан байқаған шығарсыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдыда тағы да қандай рецепттер күтетін боласыздар, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер.